Ассалаумағалейкум. Бисмилля деп видеомызды бастайық. Бүгінгі видеода прихожкаға каретный стяжка жасайтын боламын. Прихожкамыздың тумбочкасы мен шапка қоятын жері дайын тұр. Енді осы ортасын жасау керек. Тумбочкамыздың размері былайынан 1,15 сантиметр. Яғни ағашымызды да 1,15 қылып алдым. Сол тумбочкаға сәйкестендіріп, енді биіктігі 1,26-ға кестім. Себебі тумбочка мен шапка қоятын осы үшеуін қосқан кезде 2 метр 8 сантиметр болады. Жаңағыдай тапсырыс берушінің айтуы бойынша өлшемдердің бәрі. Енді мінекей ағашымызға ромбыларды белгілеп қойдым. Қазір енді сіздерге дұрыс көрінбей тұр. Қазір тесіп шыққаннан кейін бәрі де көрінетін болады. Ромбының биіктігі 25 сантиметр, былай 15 сантиметр. Енді қазір осыны 8 миллиметрлік сверломен тесіп шығатын болам. Ағашымыздың бәрін тесіп болдым. Енді қазір поролонды желімдеп, поролонды тесіп шығу керек болады. Поролонды ламинатқа жабыстырып болдым. Тесіктерін бәрін тесіп болдым. Осындай коронкамен тестім. Яғни керісінше айландырып тесеміз. Осылай. Енді айландыра осылай 2 сантиметрден сызып шықтым. Себебі поролонымыз 4 сантиметр болғандықтан 45 градусқа кеспекші болдым поролон қырын. Өйткені материалды айландырған кезде әдемі болу үшін, бірақ олай кеспейтін болып шықтым. Себебі байқасаңыздар, мінекей мына тесік мына жерге шетіне өте жақын тұр. Егер де мына жерді кесіп алып тастап, материалды қайратын болсақ, мінекей мына жеріміз әдемі болмай қалады. Және де губкада өте жұмсақ екен плотності. Сондықтан кеспейтін болып шықтым. Материалға белгілер салып қойдым. Енді осы белгілер арқылы мына жіппен осы түймелерді тартып бекітетін болам. Ромбымыздың ұзындығы 25 сантиметр болатын, ені 15 сантиметр болатын. Мен материалға 28,5 сантиметр қылдым, енін 19 сантиметр қылдым. Бірақ енін 18,5 сантиметрге кеміттім 5 миллиметр. Оның екі себебі бар. Бірінші себебі материалымыз былай қарай созылады, былай қарай созылмайды. Сондықтан созылатын болғандықтан 5 миллиметрге кеміттім. Екінші кеміткен себебім мына ұзындықта материалымыз жетпей қалуы мүмкін, шет жақтарына айландырып степлермен атқан кезде. Сондықтан жаңағындай 5 миллиметрден кеміту арқылы мен 4 сантиметр оттым, яғни екі жағына жетіп қалу керек. Енді қазір поролонның қырына және осы ламинатты жауып тұратындай осы синтепоннан айландыра салып жібереміз. Осылайынан айландыра салып отырамыз. Мінекей киімілгіштерде болдым. Ең бастысы сіздерге айтарым, поролонның кішкене плотності жоғарыдан алғандарыңыз дұрыс. Поролон неғұрлым қатты болса, соғұрлым жақсы. Мына поролон өте жұмсақ екен. Жаңағындай материалдарды қайырған кезде кішкене мәселе туындатады екен. Сондықтан өздеріңіз жасайтын болсаңыздар, поролонның кішкене қатысынан алғандарыңыз дұрыс. Баршаларыңызға рахмет. Келесі видеоларда жолыққанша аман есен сау болыңыздар.